Бұл таңбаның мақсаты өнімді ашқаннан кейін қанша уақыт пайдалануға болатынын көрсету. Қоян белгісі өнімнің жануарларға сынақ жасалмай өндірілгенін білдіреді. Улы емес материал белгісі бұл өнімнің қаптамасы улы емес материалдан, көбінесе пластикте жасалғанын көрсетеді. Егер де бұл қаптама тамаққа тиетін болса, тамаққа ешбір зиянын тигізбейді. ЕАС белгісі бұл аббревиатура Еуразия сәйкестігін білдіреді. Ол Ресей, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Армения кіретін Еуразиялық экономикалық одақтың ең төменгі талаптарына сәйкес келеді. Үшбұрыш ішіндегі леп белгісі өнімнің қауіпті немесе ішінде тітіркендіргіш зат бар екенін білдіреді. Марк белгісі қаптамадағы әріпі өнімнің саны көрсетілген мөлшерге дәл сәйкес келетінін білдіреді. Балалар бейнесі сызылған белгі балалардың қол жетпейтін жерде сақтау қажет деген мағынада. Бұл жасыл нүкте тек қана Еуропада қолданылады. Шын мәнінде ол сирек жасыл, көбінесе ақ немесе қара. Түсіне қарамастан, бір-бірімен біріктірілген көрсеткілер өнімді шығаратын компанияның қоршаған ортаны қалпына келтіруге және оның қалдықтарын қайта өңдеуге белгілі бір соманы беретінін көрсетеді. Мына белгі жанғыш зат белгісі. Бұл көбінесе аэрозоль, спрей өнімдерінде қойылады. Бұндай өнімдерді оттан және ыстықтан алыстау қажет. Қайта өңделетін қаптама бұл экологиялық тұрғыда қаптама қайта өңделуге жарамды екенін көрсетеді.